Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге Ара подкаст және оның жүргізушісі бізде Чина, оның көмекшісі мен Мәке. Бүгінгі біздің қонақтарымыз Нұреке, Шырақ анимациялық фильмінің бас аниматоры, және ар жағында отырған бізде Бәке, Ара анимациялық студиясының продюсері. Осы кісілер Шырақ фильміне атсалысқан, үлкен үлесін қосқан кісілер. Шырақ фильмі бүгінгі жалпы эпизодымыздың тақырыбы болады. Бұл біздің Ара студияның өзінің проекті, өзінің жобасы осы өткен жылдың соңында шыққан. Шырақ фильмін көрмесеңіздер, міндетті түрде көріңіздер. YouTube'та бар, біздің Ара Studios каналында YouTube'та көрсеңіздер болады. Осы кісілер бүгін осы фильмді талқылайтын болады. Мен де қатысқам, 3D анимациясын жасағам, бірнеше сценасына қатысып үлгердім, бірнеше эффект сценаларын жасадым. Осы енді Шырақ фильмі туралы көп нәрсе уже айтылған. Өйткені документальный фильм бар, Ара Studios, Ара Академия каналында документальный фильм бар. Онда көрсеңіздер болады, ол Ара Академия каналында бар. Және бұл туралы подкаст түсірілді, Шырақ туралы, сосын басқа да жерлерде болуы тиіс. Шырақ туралы подкаст? Шырақ туралы дегенде Нарикбит подкаст. Есіме түсті. Шырақ туралы болды. Жалпы анимация туралы болды. Аталып кетті. Енді біз егер Шырақ фильмі көргендер болса, оларда именно зрительдерден бірнеше сұрақтар барды. Ең жиі қойылатын сұрақ, неге кадр саны аз деген сұрақ. И оны біздің бас аниматор жауап берсе, неге олай көрінеді, не үшін ондай стиль таңдалды? Вообще негізі сол не бар ғой? Кадр саны аз деген жиі қойылады. Соған мен өзім ойлағам, мүмкін тіптен андай не керек шығар деп ше. Жеке видео не үшін бұлай болды деген сияқты түсіндірме ретінде жасауға. Пост ретінде ма, Инстаграмда білмеймін. Айырмашылығы қалай болады деген секілді. Енді көбісі айтып жатыр, бұл кадр саны аз, бұл жақта зависа деп жатыр, неге бұлай болып жатыр, анимацияны дұрыс істей алмай ма деген адамдар бар. Негізі ол анимация істей алмағанда емес, ол просто не дейді ғой, выразиться таким дейді ғой. Мысалы біз Шырақты жасаған кезде біздің ең басты мақсатымыз ол ең бастапқы арт дайрекшені ол 2D-шный стильге ұқсату ғой. И содан кейін барып біз қалай 3D-ны істетіп 2D-ге ұқсата аламыз деген сұрақ пайда болды да бізде. Ең басында 2D болып басталды ғой негізі. Сосын біз ары ойланып бері ойланып, содан кейін Нұрсерік деген жігіт бізге қосылып, Нұрсерік оған әртүрлі заттарды тестіледік, көрдік. Одан кейін шейдер деген затты сол кезде зерттеп қарап, оны Шырақтың бетін, мысалы әлгімге дейін көп адамдар айтады, мынау 2D-шный түр деп ше. Негізі оның түрі 3D. Көп адамдар біле бермейді, байқабай бермейді деген сияқты да негізі. 3D. И сол 3D-лығын қалай 2D-ға айналдырамыз деген сұраққа сол біз оны визуалды түрде де және қозғалыс түрінде де жасауымыз керек болды да. И қозғалыс түрінде біз қалай оны іске асырамыз. Мысалға бұрынғы Диснейдің фильмдерінде, мысалға там Аладдин, Король Лев деген секілді. Ол жақта целлюлоидқа салады ғой. Целлюлоидқа салады, содан кейін барып камера жылжиды, одан кейін персонаждардың қозғалыстары қалай болады деген сияқты. Олардың барлығы негізі 2D-шный стиль, оның каждый кадрын салып отырмайды ол жақта. Ол әрбір 2 кадр сайын салады да. Одан кейін керек жерлерінде ғана кадр қосады, егер жеткіліксіз болып жатса, немесе ол кейіпкер көбіне андай статичный кадрлар көбірек деу да 2D-да. 2D-да ол қатты байқалмайды. Қатты байқалмайды, өйткені ол салынған сурет болғаннан кейін. Статичный болса байқалмайды. 3D-да ол оны жасыру қиынға алып келеді да. Сол себептен біз ол 2D-ның подходымен жасап көрдік. Енді біз ол кезде енді опытымыз аз ғана болды, тәжірибеміз. Біз ол сынап, сол жасалу барысында сыналды да ол заттар. Содан кейін біз максимально
қозғалысты сол бұрынғы анимацияның стиліне жақындатып жасаған болатынбыз негізі. Мысалы ол қазіргі кездегі Puss in Boots, Spider-Verse сияқты жобалар бар ғой. Сол жақта да ол қозғалыстар сондай чоппи дейді ғой. Чоппи анимацияларды ол андай бүйтіп как будто кадр азайып кеткен сияқты болып көрінеді. Қатып тұрған сияқты көрінеді, бірақ ол жақта әрбір кадр, мысалы біздің фильмнің ішіндегі кадрларда оның арасында не жоқ. Компьютердің арқасында интерполяция деген зат болмаған да бұл Шырақ деген фильмде. Әрбір кадрды біз қолмен қойып шықтық. Соның арқасында сол андай қолмен жасалған эффект береді. Неге көрермендерге сол біртүрлі болып көрінді? Бәлкім бізге үйреншікті емес шығар мүмкін. Сонда жаңа келе жатқан не да бұл? Толқын дей ма? Көрерменнің көзі үйрену керек па, әлде соны байқатпайтындай жасау керек па бір жағынан? Мысалы Spider-Verse, жаңағы соңғы Черепашки ниндзя и жаңағы Кот в сапогах соңғысы, сол жерде де on twos, on threes қолданыла берді, яғни кадр қатып анимацияланады. Бірақ ол жерде сондай комментариялар болды ма екен? Болды. Неге қата береді деген, неге қатып қалады? Сол неге бардық қой? Puss in Bootsқа бардық қой. Кинотеатрға сол кезде отырдым. Қасымда отырған адамдар енді тыңдаған келмесе де естіп қаласың да. Алдындағы, артындағы адамдар бүйтіп сражение басталған кезде что происходит деп жатыр да. Не болып кетті мынау деп жатады кейбіреулер. Жүгіріп жатқан жерінде кадр саны азайып кетеді ғой. Крышаның үстімен жүгіріп өтетін жерінде ше. Экшн сценаларында. Сол жақта көбісі айтады, вау, а че анимация өзгеріп кетті, бұндай болмау керек қой деген сияқты әңгімелер айтылады да сол жақта. Зрительдер енді көз үйренбеген. Енді бұл өнердің бір тәсілі ғой негізі тоже. Мысалға claymation дейді ғой. Немесе немесе андай стоп моушндар, ол стоп моушн болып көрінеді да, өйткені ол түсіру тәсілі солай да. Мысалы бір неге қояды, позаға қояды, түсіреді, келесі позаға қояды, түсіреді, и соны картинкалар бүйтіп біріктірген арқасында сондай как будто бүйтіп қозғалып бара жатқан иллюзияны береді, но ол 3D анимацияға ұқсамайды да, ол. Оның стилі басқа, анимациялық стиль басқа. Таймингі да, спейсингі да ұқсамайды бір-біріне. Біздің таңдаған стиль сондай болды. Біздің таңдаған стиль более 2D-шный десем болады. Бұл жерде жауап қарапайым шығар. Просто анимациямен айналысатын или хабары бар адамдар оны түсінеді да. Ал обычный көрермен для него что-то не так сияқты көрінеді шығар енді. Неге аниматорларға сол мейнстрим болып кетті? Сондай on twos, on threes, қатып анимация жасаған неге қызықтырып жүрді аниматорлар? Өйткені ол еркіндік сыйлайды. Еркіндік? Қандай мағынада? Компьютер мысалға анимация жасаған кезде көбіне интерполированный анимациялар, мысалы Диснейдің деген сияқты басқа студиялардың, которые біз көріп келе жатқан осы күнге дейін, мысалы Моана, Зверополис деген секілділер, Pixar'дың, солардың анимациялары көбіне андай компьютердің арасына бүкіл кадрлардың барлығын компьютер өзі саған генерировать етіп береді. Ключевой кадрлар қойылады, брейкдаун, кейфрейм, не деген сияқтылар. Енді көрермендер түсінбей жатқан шығар. Кілттік кадрлар деген бар, әңгімені баяндайтын кадрлар. Солардың арасындағы болатын кадрларды ол адам өзі жасап отырмайды да, компьютердің интерполяциясы өзімен бүйтіп толықтай салады компьютер. Соның арқасында жасалған болғандықтан олар көбіне компьютермен күрескен сияқты болады да. Сен более технический зат та ол. И мына тәсіл, степ анимация деген, ол әрбір кадрда контролің бар да. И әрбір кадрды сен өзің қалауыңша өзгерте бересің. Сол үшін ол аниматор үшін ол андай не. Анимацияның магиясы сонда да. Как будто қағазда кадр саласың ғой, сондай эффект береді. Мынандай зат сезіледі да, как будто бүкіл әлем андай смуз жаңағы Pixar сияқты, Disney сияқты стильдегі 3D такой вылизанный, рендер идеальный, сондай стильден шашқан сияқты да. То есть ондай контент слишком көп болып кетті да. Еще оның параллельно жаңа Marvel'дың кинолары шығып, тура сондай сапамен, тура андай слишком много фантастики, слишком много идеальных красок, идеальных форм болып кеткен сияқты да. Кинодан айырмашылығы болмай қалды ма? И
бір жағынан ол көрермен шаршады деп те айтуға келмейтін сияқты. Мне кажется, ол производитель шаршаған сияқты, ну то есть художниктар. И скажем, мне кажется, жаңағы Sony Pictures мысалы біз өткенде таныстық қой неде Амстердамда, да, солардың кейбір мүшелерімен. Мысалы олардың айтуы бойынша вообще это экспериментальный фильм болып шықты ғой негізі. И то есть они тоже экспериментировали прежде чем, да, ну Spider-Verse жасау үшін, то есть неше түрлі новый инструмент, новый технологияларды көріп, как вот 3D технологияларды қолдана тұрып, жаңағындай 2D эффект беру, жаңағы живописный, жаңағы не қолмен жасалған жұмысқа ұқсату деген сияқты соны эксперименттеу арқылы, мне кажется, содан бұл жерде еще технологияның көмегі бар, мне кажется. Жаңа неше түрлі движоктар шығып жатыр, жаңа процессорлар кішірейіп жатыр деген сияқты. То есть неше түрлі мүмкіндіктер пайда болды да, и любой өнер адамы, ол музыкада да болсын, кино болсын, и мына анимацияда болсын, олар всегда жаңа бірдеңе іздейді ғой, дұрыс па? Всегда ізденеді бір новый тәсіл, историяны жаңаша, басқаша қалай көрсетсем болады деп ше. Сол, мне кажется, сол сөйтіп соның нәтижесінде жаңа естественно дейді, өзімен өзі сөйтіп шығып жатыр да оның барлығы. То есть бұл такой неконтролируемая волнада, ол в купе жаңағы в тандеме с разными событиями болып жатқан зат да. Оның ішінде жаңағы технология бар, белгілі бір мәдениет бар, бәлкім жаңағы социальный сеттердің де әсері бар деген сияқты ше. То есть жаңағы TikTok деген сияқты. То есть бұл жерде бір комплексный зат сияқты деп ойлаймын да, даму. Бір жағынан айтатын болсаң, одно и то же істей бергеннен де адам көріп те істеп те жалып кетеді ғой. Мысалы барлығы Моана сияқты қозғалса да, қызық па адамға соны көрген деген сияқты да, андай вариациялар болу керек қой әртүрлі. И художественный адам болғаннан кейін ол шынымен де әртүрлі тәсілмен өзін не дейді, өзін көрсеткісі келеді да. И содан стиль деген зат содан пайда болады. Экспрессия. Өз-өзін не істеу, экспресс. Байқадыңыздар ма, міне қараңыздар. Pixar 3D фильм жасағанға дейін бүкілі 2D болды ғой. И мысалы 3D технология пайда болған кезде все барлығы 3D-ны экспериментировать етіп, жаңағы неше түрлі өздерінің фильмдерін сол неде технологияда істей бастады. Сол сияқты мына технологияда жаңашылдықтар пайда болды. Қазір тем более еще AI қосылып жатыр. Байқадыңыздар ма? AI-дың пайда болғанымен уже даже не то что художник емес адамдар да мысалы бірдеңелер істеп жатыр да, контент, видео-контент. Бірақ оны мен құптап не істеп жатқан жоқпын, это хорошо деп. В целом AI-ды даже художниктерді кейбір жерлерде қолдану мүмкін жаңағы. Жұмыста қазіргі жаңашылдық ол AI ғой. Кезіндегі жаңашылдық ол 3D болды, оған дейінгі жаңашылдық ол цифровизация болды. Уже целлюлар неде емес, пленкада емес, компьютерде салды оған дейін. Оған дейін тағы да басқа жаңашылдық. Анимацияның өзі ол жаңашылдық. Вот жаңашылдық бізде конкретно айтатын болсақ, мне кажется, шейдингпен жұмыс істеу. То есть шейдингтің мүмкіндіктерін ашу. Экспериментировать. Шейдинг. Кәдімгі бұрын PBR болады еді, стандарт. Pixar'дың. Да, вот PBR-дың сол шейдерін бәлкім неге басқаша істеп көрмеске деп, бәлкім бір какой-то разработчик па, өнер адам ма істеп шығып, басқаша жасап көрген шығар. Мне кажется, вот екі нәрсе көріп тұрмын да, не үшін сондай бір қатып қозғалатын анимация не үшін қызық аниматорларға. Біріншіден ол жаңа бір нәрсе, яғни 3D-да сондай нәрсе жасау ол жаңа бір нәрсе сияқты да, и өнер адамдарына челлендж керек да. Мысалы көреді, бір жол істеді, ол қызық екен, біз де көрейік деп соны қайталағысы келеді. Екіншіден ол ностальгия деп ойлаймын да, мысалы кезінде 12 жасап жүрді, 13 анимацияларды, и сондаймен біз өстік, соған ұқсас, бірақ 2D анимацияларды. И соны білмеймін іштей сондай эффектіді, бірақ жаңа технологиямен жасауға бір іштей сондай бір желание болатын сияқты. Меніңше мысалы адамдар бұрыннан неге қызыққан сияқты да, 2D анимацияға. Енді шынымен мойындау керек, 2D анимацияның бір несі бар ғой, андай харизмасы бар ғой, өзінің магиясы бар. 2D анимациямен айналысу белгілі бір деңгейде тиімсіз болды да. Ал қазір енді сол 2D анимацияға ұқсас нәрсені жеңіл жолмен, жеңіл деп айтпай ақ қояйын, оңайырақ жолмен жасау тәсілі пайда болғаннан кейін, меніңше
шығармашыл суретшілер осы нәрсеге қайтан келген сияқты да. Яғни жаңа өзің дұрыс айтасың, ностальгия деген нәрсе бәрібір іштен былай жіберген жоқ. Иә. И осы технология пайда болды, мә давайте осыны қолданайық деп. Меніңше қазір осы сатқа келген сияқты қайтып. Екіде визуалға. Жаңа жеңілдету да емес, то есть жеңілдету де бар, но и жаңа мүмкіндіктер ашылатын сияқты да. Сол жаңа техникамен, жаңа стильдермен дегендей. Мынандай бір hot take бар да. Кішкене спайс жасап жүрген әңгімен деп. За бізде құралдар бар ғой. 3D деген негізі құрал ғой. Ол просто біздің немізді, жасайтын өнерімізді іске асыратын құрал. 2D болсын, 3D болсын, ол просто сол тәсілді, ішкі эмоцияны шығаратын да. Сол секілді қазіргі заманда андай не болып отыр ғой, AI деген зат. И художниктардың бәрі алаңдайды, қорқады, бізді заметить жүреді деген зат та. Негізі ол бар, шынымен қорқыныш деген зат. Мысалға 3D шыққан кезде қаншама 2D-шный үлкен мықты художниктар, немесе суретшілер солар жұмыстан кетті деген сияқты да. AI-ды негізі қазіргі заманда андай эксплуатировать ететін адамдар көп та. Мысалға промпты тереді, промпттар тергеннен сурет шығады, мынау менің суретім деп айтады да. Ол дұрыс емес та негізі. AI художник па? AI художник, промпт инженер. И вот сол промпттарды сәтті түрде құрастырып, мен сол сәтті құрастыра алғаным ол менің өнерім деп айтады да. Содан суретті шығарады, а ол суретті ол бүкіл осы база данныйдан интернетте не бар, соның барлығын бүйтіп алып, соның ішінен как-то біреңкені бүйтіп кимера шығарып береді да. Иә. Оны негізінен мысалы 3D-да не үшін адамдар 3D-ны как бүкіл нені индустрияны төңкеріп тастайтын нәрсе деп ойлады сол кезінде 2D-шниктар. 2D-шниктардың мынандай бір несі болды да, қиындығы. Ол мысалы кілттік кадрды өзі салады. Одан кейінгі аралықтарын тоже өзі салады аниматор. Одан кейін мысалы 24 кадр болатын болса, соның ішіндегі 3 сурет салады. Енді арасын толтыру керек қой. Ол арасында әрбір суретті бүйтіп қайталап отырып салады да. Немесе жаңадан бір адам жалдайды. Маман болатын кәдімгі in-betweener дейтін да. Фазовщик дейді да. Осы кілттік кадрлардың арасындағы кадрды салады. Ол тупа мына жерден қолы тұратын болса, мына жерге алып келеді да. А қалай келеді? Осылай да. Тура сол затты қазір компьютерде бір-ақ затпен да. Мына жерге ключ қоясың, мына жерге ключ қоясың, өзі бүйтіп алып келе салады. Сол фазовщиктардың жұмысы жоқ болып кетті да. Бірақ сонда да ол аниматор бола тұра сен мына заттардың бәрін контроль аласың да өзің. Және мынаның қалай баратынын тоже контроль аласың да. AI-ды да тура солай істетуге болады да негізі, жұмысты жеңілдету мақсатында ғана. Оны істетіп, мынау менің еңбегім деген ол ұрлық та негізі. Үйтіп айтуға келмейді, бірақ оны сен өзіңнің жұмысыңды жеңілдету мақсатында істеуге қарсы емеспін өзім. Жаңа 2D анимация, 3D анимация деп айтып отырық. Шырақ фильмі басында 2D болды да. И ол продакшн болып кетті, уже бірнеше көп сценалар жасалды, даже трейлер шықты. Soon 2020 деп жалпы тұрады трейлерді. Кім жазды екен оны? Өзі 2020-да да біту керек еді, шырақ негізі. 2D болу керек еді. И уже де 5 отбасында 5 адам болу керек еді. Сол кезде 3D технология пайда болды. Маған қызығы осы шыраққа дейін сәби болды, 3D проект. Сәбиге дейін жаңа ұста мен шәкірті болды, 3D проект. И қаншама проектлер 3D болды да. И неге сондай қиын проекттер резко 2D-ге ауысып кеттіңіздер? 2020-да. 2020-да басталды ма? Сол. Сұрақ режиссер. Клаус кінәлі ғой бәріне. Клаус шықты иә сол кезде. Кім еді? Сергей Павлов. Сол Серджио Паблос Клаусты шығарды. Бәріміз көрдік. Клаус бар ғой негізі. Өте андай күшті шыққан жоба негізі өзіме ұнайды. Сюжет жағынан да, орындалу жағынан да, кейіпкерлер жағынан да прям керемет жасалған. Сол жоба шыққан кезде біз Шырақтың жаңа несін жазып жүрген болатынбыз, идеясын, оқиғасын. Сөйтіп сондай бір жылы көріністе жасамыз келді Шырақты. Сөйттік та ол
жылуды бізге 2D бере алады деп ойладық. ол бізде 18 жыл емес пе еді? Жоқ 18-де біз таныстық қой. 19-да шықты фильм. 19-да шықты. 19. Оны көре салып кірісіп кеткен жоқпыз ғой, бірақ біз. Біраз арада уақыт болды. Сол сөйтіп жүрген кезде оның үстіне біздің командада анау 3D-ны жасап, сәбит жасап болғаннан кейін ойладық та бір өзіміздің бір жоба болса екен деп, студияның өзі шығарған деген сияқты. Біздің жаңағы көзқарасымызды, дүниетанымымызды былай көрерменге ұсынатын қалай деп айтады, тәуелсіз жоба болса екен деп ойладық. Сөйттік те шырақты жазып, оның өндірісіне кіріспеттік. Кіріскенде былай 2D-да болады деп шештік те сол кезде. Себебі студиядағы балаларды 2D-ның жаңағы несіне өте ынтық болды. Жаңағы көрінісіне, оның әдемілігіне, жаңағы бәріміз айтып отырмыз ғой, ностальгия деп. Сөйтіп біз сынақ жасап көрейік деп шештік. Әр аниматорға әртүрлі кейіпкерді бөліп, соны бір сынап қозғалып көріңіздер, қолдарыңызды үйретіп көріңіздер деп. Сөйтіп бір аптаға созылды. Бір аптадан да ұзағырақ болды. Біраз болды. Сөйтіп істелген жұмысты көрген кезде түсіндік. Біріншіден біздің мамандардың саны аз болды. Екіншіден 2D-ның өндірісі өте ұзақ. Яғни сол шектеулі мамандармен ондай фильмге кірісу стратегиялық тұрғыда, бәлкім дұрыс шешім болмайды деп ойладық. Сондай тоқтамға келдік те, сөйтіп 3D-да жасайтын болдық деп шештік. Дегенмен 3D-да болса да Клаустың визуалын сол картинадағы жылуды біз жарықта да беріп көрейік деген сондай алдымызға мақсат қойдық. Сөйттік те кірісіп кеттік қой. Сонда анау трейлерді сіздер 2 аптада жасадыңыздар ма? Есімде жоқ. Ол бар ғой, ол шыны керек бар ғой. Мен ол трейлер жасаған мен болатын. Мен оны бір андай сұмдық жаңағыдай бір енді өзі ол кезде тәжірибе жоқ біріншіден де. Ол кезде еще андай бір не бар да іште. Жасау керек, жасадым деген сияқты да. И ол арты оның не болады, оны көрермен күтеді, күтпейді, біз оны қанша уақытта жасап шыға аламыз деген есеп болған жоқ та мүлдем баста. Ол бір сынақ, яғни сынақ жасап көрдік те. 2020 деп жазғаным ол дұрыс болмады, қателік болды. Бірақ білмеймін, андай іште бір максимализм болды да, біз істей аламыз деген сол затты. Сөйтіп сондай бір дата жазылды, 2020 деген. Бірақ фильм 3 жылдан кейін шықты. Публикаға. Көрерменге 3 жылдан кейін. 2020-да басталады деп жазғанбыз просто. По идее изначально. Оны жұрт түсінбей қалған деп па. Ол 2020-да бітеді емес, басталады. Продакшн сол. Ал 2023-те бітетін біз ешкімге айтқан жоқпыз. Сол себепті 2D болып басталды да, сыналды. Біз өзіміздің шамамызды түсіндік. Тәубемізге келдік те, әрі қарай 3D-да кірісіп кеттік. Бір отырып бір сөйлесіп едік сол кезде. Жүректен андай болды ғой. Настроение түсіп кеткен. Бәрін көңілге түсіп кеткен. Жоқ, просто 3D-шниктер остались бы без работы. Жоқ, бізде бірақ 3D-шниктардың өзі не болды ғой? 2D-шный. 3D-шниктер бәрі сурет салды ма? Мен бірақ біздің балаларға сол кезде риза болдым бар ғой. Бәрі 2D-да күшті болып салды ғой сол кезде. Бірақ оның минусы андай да, әркімнің стилі әртүрлі да. Ол да бар. 2D-ның пайплайнына біз дайын емеспіз да, өйткені осыған дейін істеп көрген проекттен тек қана мәкеде. Оның үстінде де біз осыған дейін мұзбалақ деген жобаға қатыстық қой, қазақ фильмдегі. Қазақ фильмдегі практикада мен көрдім де, Қазақстаннан жиналған ол жерде енді күшті деген 2D аниматорларды жұмыс жасады да. Бірақ фильмге қарасаң, соңғы жиналған монтажға, әркімнің эпизодында бір кейіпкер әртүрлі де. Мәселен, Ақтай деген бір кейіпкер болды, жас жігіт. Сол Ақтай фильмнің басында бір бөлек, ортасында басқа стильде, соңында мүлдем басқа да. Сосын ойладық, не жоқ, бұл шырақ, бір кейіпкердің өзі әртүрлі болып кетеді дедік та. Ол тіпті мен таңғалғаным 3D-ның өзінде сондай екен. Өйткені Нұреке барлығының эмоцияларына қарап, оның қозғалысының барлығы
бүткіл сценаларда бірдей болсын деп кәдімгі қадағалап отырды да соны. А егер қадағаламай әркім өзінше жасай беретін болса, онда ол кейіпкердің бір тұтастығы жоғалып кетеді. Ол 3D-ның өзінде сондай болатын болса, ол жерде сен кейіпкердің формасын сақтау деген нәрсеге қатты мән бермейсің. Ал 2D ол керісінше де, ол жерде сен формаға уайымдайсың да. Кейіпкердің қозғалысынан, эмоциясынан, оның актингінен бөлек сен кейіпкердің формасын сақтап тұру керексің. Пропорциясы. Иә, ондайға біз дайын болған жоқпыз. Егер біз оны 2D қылып жасайтын болсақ, құдай біледі, енді ортасына жететін шығармыз. Получается, 3D анимацияда аниматор как актер ретінде сол шырақтың мінезін түсіну керек қой. Иә. Кәдімгідей осылай күлу керек деген сияқты, осындай күрсіну керек. Ну, то есть андай көрермендерге не бір жақсы не болып тұр деп санаймын да. Түсіндірме ма? Аха. То есть өзін соның орнына қойып көру керек аниматор. Иә. Деп, иә. И, то есть бірақ одан бұрын бас аниматор соны түсіндіріп береді, да, мінездеп береді, шырақ мынандай болу керек деп. Режиссер айтады ол негізі. Вот. Я жалпы андай кейіпкерлер бізде сондай да. 5 кейіпкер болма, 6 мысықпен санағанда. Иә, мысықпен санағанда 5. Ладно, маңызды емес. Сол жақта әрқайсының характері әртүрлі ғой негізі. Олардың барлығы андай бір адам сияқты көрінбеу керек та. Әрқайсының мықтылығы болу керек, ерекшелігі болу керек. Және өзінің андай не дейді? Психотипі дей ма? Иә. Психотипі, яғни ол кейіпкер қалай ойланады, и мысалы бір шешімге келсе, не үшін ол шешімге келді? Оның фоны қандай? Немесе қайдан келіп тұр? Иә, сол шешімге келген кезде қандай әрекет жасайды? Иә. Қандай шешім қабылдаушы еді ол деген сияқты да. Сондай нелер болды. Мысалы, әрбір отырған детальдардың өзі, мысалы, әкесінің ана момент бар да маған ұнайтын. Әкесі бүйтіп жұмыс істеп отқан кезде баласы келіп не істейді ғой, түртеді ғой. Сол кезде ең басында ол былай болатын, Мұрат та, әкесінің аты. Мұрат отырады. Сосын Сұлтан келеді да, Сұлтан баласы. Келіп түртеді, әкесі қарайды, маған көмектес деп айтады. Окей, дейді, алып отыра салады да. Ол жақтан ондай болатын болса, біз нені көрмей қаламыз ғой, ол екеуінің байланысының суық екенін. Және ол баланың да әкесінен қорқып амалсыздан барып отқанын, ол құрметтейді әкесін, бірақ андай екеулердің арасындағы андай не байланыс жиі болмағандықтан аралар суық екенін көрсету керек болды да қозғалыспен. Сол кезде ол мамасына ашық бала, бірақ әкесіне емес. Сол себептен мамасына ол кетіп бара жатқан кезде сразу көрсетті, мама маған көмектес деген сияқты, бірақ мамасы оны елемей кетіп қалады да. Содан кейін ай не істесем болады дейді да, әкесіне қарайды да, енді соңғы үмітім әкемде шығар деп. Әкесіне барады, сол кезде байқасаңыздар, енді көрермендер байқап жатса, қолын бүйтіп көтереді да, бірақ ойланып қалады да. Содан кейін барып түртеді. Екі рет түртеді да. Содан кейін барып әкесі бүйтіп сразу қарамайды, біраз отырады да, сосын барып до конца көзін алмайды ба? Иә. Өйткені жұмыста мен қанды ұнатпаймын деген сияқтыны беру керек болды да бізге. Уақытым жоқ. Иә, уақытым жоқ, мен мына жұмысын бітіруім керек, маған жұмыс істеуге мұршат бер деген сияқты да. Содан ол сөйтіп жүріп әрең бұрылады. Содан кейін барып Сұлтан айтады, маған көмектес есеппен деген кезде. Әкесі қарайды да кітабына, өзінің жұмысын қарайды да, қарап тұрып бүйтіп дейді ғой. Иә. Ішінде күрес болып жатыр да Мұраттың. Оғандай да, мен әке бола тұра балама көмектесуім керек, бірақ оған көмектессе мен жұмысым күйіп кетеді. Иә. Үлгермей жатыр да. Жұмыстың да үлгеруім керек, отбасын үлгеруім. Соған жизнь так сложна. Иә. Дәл солай да. Очкиін бүйтіп тұр, дейді да, содан кейін барып шешеді, мен әке болғанымды талдайын деп ше. Содан кейін барып амал жоқтан алады да кітапты. Егер тура осы картинаны бағанағы айтқан сияқты көрсететін болсақ, онда ол плоско болушы еді да, бағана біз айтып жатқандай. Осы қозғалыстың өзінде глубина бар да негізі. Характері бар әрқайсының. Олардың бэкграундтары бар. Мысалға, Мұрат ол кім еді? Бухгалтер. Қаржыгер, иә, қазақшасы. Қаржыгер кісі. Кредиті бар už. Иә, кредиті бар, отбасын асырау керек. Содан андай жұмыстан бас көтермейтін кісі да. Бастығы қатал. Ол өзінің тұрып жатқан үйін кредит қалған ғой. Иә. Сөйтіп сол үйден шығып кетпес үшін андай 2-3 жерде жұмыс істейді де қаржыгер болып. Иә. Соған
күні түні жұмыстан басын көтермейді да, содан баласымен байланысы суып кеткен соншалықты да. Содан ол кітапты алған кезде бүйтіп көтереді, мына очки қайсысы көрейік деген сияқты. Содан кейін Сұлтан сол әкесіне қарап тұрады да, құрметтегендіктен ол да сол әкем сияқты болуым керек дейді да, ол да бүйтіп очкиін көтеріп қояды да, қарап тұрады соған. Сондай детальдар ғой негізі. Қарасаң негізі қатты не істей бермейді, бірақ ол әдейі болған. Негізі андай не да, субтекст та, кейіпкерлердің арасындағы байланыс көрсету мақсатында. Сөйтіп барып әкесі не істейді да, соны барып деген кезде бәсеке звондап қалады. Соның астында мен жастарға сенемін деген не бар, жолдау. Иә, Мағжан Жұмабаевтың. Соны байқағандарына риза болдым негізі, көп адамдар. Соны пауза қойып оқып шыққан. Давайте кто-нибудь разбор жасап жіберіңіздер қазақша. Иә. Оның ішінде негізі көп нелер бар. Ішіндегі анимациясын ба? Жоқ, жалпы анимациясын да аниматорлар, ал сюжетін жаңағы ішіндегі пасхалка деймін, соларды қарап, талдап жіберсеңіздер күшті контент болады. Содан сөйтіп жатқанда бәсеке звондайды, одан кейін барып телефон алады, алғаннан кейін ұрысып жатыр ғой енді. Иә, бәсеке қалайсың? Ұрысып жатқан байқайды, соны дейді, бүкірейе бастайды да. Содан кейін барып кітапты ол баласына береді, алмайды, содан кейін алсайшы бол, мен қазір мына жұмысым үлгермей жатырмын, давай деген сияқты. Сол қозғалысты тоже немен жасады да. Негізі мынау кітапты ал деген ол андай басында олай түсірілмеген, біз андай референс түсіреміз ғой. Иә, бере салатын да, сосын барып отыра беретін ең басында. Одан кейін біздің Ақбел деген сурет 3D художник, аниматор, ол алды да мынандай, мына эффектін берді да дегенше. Вот сол қалай жасалды, сол күй қалды да. Жақсы кетті да, өйткені Мұраттың характеріне енесіне. Кеше ғана сол референсті көргем. Көрдің ба? Дәл сол референс. Иә. Ұзақ, қанша ұзақ жазылған? Ұзақ жазылған, бірнеше мәрте тағы. Соның арқасында күшті шықты да. Сол сценалар, өйткені референстар жазылды, ұзақ жазылды, адамдар бір-бірімен талқылап жүрді, қалай жасақ болады, қалай дұрыс болады деп, идея закидывать етіп. И анимация ұзағынан созылды, ұзаққа созылды. И менде осындай сұрақты, дәл солай скрупулезно әрбір сценаны дотошно жасауға бізде қашан мүмкіндік болуы мүмкін. Мысалы басқа проектілерде ондай мүмкіндік жоқ, госзаказдарда уақыт жоқ та, в основном сроктар қысып тұрады, дедлайндар қысып тұрады, оны тез жасау керек та, солай ойланып преференс түсіріп жасауға уақыт болмайды. Біздің қазіргі жасап жатқан жобада Solar Cats-та да белгілі бір дедлайндар бар, айтуға болады ғой? Жоқ, вот тема, давайте скоро Solar Cats болады. Окей, ей! В общем, Solar Cats деген сериал туралы қазір айтып жатырмыз. Ол деген біздің жаңа жоба, Ара студиясының жаңа жобасы. Ол сериал, бұйыртса көп сериалы бар, сондай бір сезон жасайын деп жатырмыз. Ол Құдай қаласа супер қаһармандар, отбасы туралы, мысықтар отбасы. В общем, сондай жоба бар. Менде жаңағы сұраққа байланысты егер жалғастырсақ, Шырақта бізде күшті мүмкіндік болды аниматорлар үшін. Мысалы, мен өзім сценамды енді бастағандықтан мен ұзақ жасадым, бір ай кетті. Ол жерде 3 кейіпкер болды. Там Дони қаншама бір ай жасады, өзінің сценан бір ай болды, 2 апта кетеді. Мысалы, бір сценаға ол негізі әлемдік стандарт бойынша нормальды, бірақ Қазақстан үшін болмаған нәрсе де, бір сценаға сондай ұзақ уақыт кетіру. Solar Cats-те бізде белгілі бір дедлайндар болады. Және ол сериалда кішкене подход басқа, қысқа метрлі фильмнен қарағанда. И жаңағында ойлану, референс түріп, давай былай істейік деп, соны қайта-қайта жасай беруге уақыт болмауы мүмкін, сондай бір сұрақ бар. И дәл Шырақта секілді сондай мүмкіндік бола ма аниматорларда, қалай ойлайсыздар? Ол не болу керек сондай мүмкіндік болу үшін? Анимацияны сондай дотошно жасай алу мүмкіндігі. Сұрақтың жауабы қысқа, ақша болу керек, уақыт болу керек. То есть ақша болса уақыт бар, уақыт болса сапа бар. Сапа көбірек болады. Бұл жерде енді сериал болғандықтан кейін енді біз Шыраққа тоқталатын болсақ, Шырақ ол біздің шығармашылық тест жобамыз болды. И ол кезде это андай орысша айтатын болса, как не стоит делать проект деген проекттердің бір негізі ол. Өйткені ол жерде ешқандай жүйе болған жоқ, жаңа уақытты ескеретін система учета времени дейді, да? То есть production management ешқандай болған жоқ, современный неде айтатын болсақ.
жаңағы предпродакшн деген не бар да, сезон деп қой, кезеңі. Сол жер дұрыс болмады бізде. Мысалы фильм ең басында 7 минут болу керек еді деген сияқты, кейін ол ұзарды белгілі бір себептермен. Негізі өзгерістер көп болды на ходу прям, да, то есть и сонымен қызық негізі процесс. Наоборот, сөйтіп біз көп зат үйрендік, и Аллаға шүкір, что вообще фильм бітті. Бірақ енді біз мына сол оркестрге тоқтайтын болсақ, бұл жерде ондай қателіктерді жібермеуіміз керек. Тиісті мамандар, наоборот, бірінші ол кезде еще қаржы нестабильный болды, тұрақсыз болды, поэтому продакшн тұрақты болу үшін жақсы дұрыс бюджет болғаны абзал. Сол кезде сол бюджетке байланысты продакшн жаңағы тайм бар ғой, то есть тайм менеджмент, жаңағы продакшн план құрастырылу керек и строго по плану жұмыс істелу керек. То есть предпродакшн кезеңінде тапсырмалар орындалғаннан кейін бір бекітіледі, болды, қайтадан оралмаймыз дегендей ше. Болды, все, забыли, там историяда мынандай ескерілмей қалды, оны салып жіберейік деген әңгіме болмайды да. Болды, все, бекітілді ма, все, кеттік продакшн кезең по графику басталып кету керек. Сөйтіп ол да бітеді де, сөйтіп постпродакшн, и болды, максимально сол бекітілген уақытпен жасалу керек та. И неважно, ішінде бір какой-то косяк кетіп қалса, кетті, бітті, все. Ребята, мы так спланировали, осылай жобаланды, болды. Деп негізі жасалу керек сөйтіп. Сөйтіп үйренуіміз керек жасауды. Ол да негізі сабақ бізге. Любой студия сөйтіп жұмыс істесе, жүйемен. Жүйелері әр жоба сайын жетілдіріліп, жақсы болып кете береді. Сондықтан мына жобада біз осы жылға пландап жатырмыз, 5 серияны бітіреміз деп. Құдай қаласа. Сол и бізде уже командамыз шыраққа қарағанда 2 есе көбейді. Ішінде даже продакт менеджер деген сияқты адамдар пайда болды. То есть негізі бұл жолы дайындығымыз мықтырақ болу тиіс. Құдай қаласа. Алла бұйыртса. Онда бір өкініштісі дейін ба, әлде факт ретінде ғой ол. Шырақта секілді біз сондай аниматорларға қатысты экспириенс көп уақыт болмайтын сияқты. Яғни бір шотта, бір сценада ұзақ уақыт жасау, оның референсін ұзақ уақыт кетіру дегендей сондай. Мен жауап берейінші маған. Сондай болмайтын сияқты. Андай бір метафора бар ғой. Мынандай бір метафора келтіруге болады да. Мысалға жылан, мысалы ол не жейді ғой, жұмыртқалар жейді ғой. Біздің сәби деген жоба сол, мысалы түйеқұстың жұмыртқасы деген үлкенді, соны жұтты да, содан кейін өзіне сенді да, мен түйеқұстың жұмыртқасын жұттым деп. А жыланның бұғы жеген көріп пе едің? Бұғы? Бұғы. Жылан келеді, мен National Geographic'дан көрдім да. National Geography деп содан көрдім да. Жылан келеді, бұғыны енді өлтіреді, содан кейін барып жағын ашатты, мынандай тістер бар ғой, ара сияқты. Соны тістеп, шеттен ашаткен да жағын. Үйістіп ақырында бананын бүйтіп ішке қарай тартатты. И сөйтіп жатып, қаптап жейді екен бұғыны. Мен шок болдым. Сөйтіп қортады, мен шок болдым соны көргенде. Бұл біздің проект сондай сияқты болды ғой. Мысалға, сол түйеқұстың жұмыртқасы үлкен бола тұра, ол біздің сәби жоба болса, біз сол сәбидің жобасы сияқты болатын шығар деген оймен келдік та. Өйткені біздің біліміміз сонымен ғана шектелді да ол кезде. Энтузиазм күшті. Кеттік шырақ жасайық. Шырақтың андай мынандай болып көрінеді, мына көрініс былай болып көрінеді деген сияқты идеялар бәрі тастады. Бірақ оның орындалу барысын ешкім басынан өткізбегеннен кейін, ол как энтузиазм вот болып тұрды да ол кезде. Как будто сана жылан келеді да, мен мына бұғыны көрдім, бұны мен жесем тоям деген сияқты, бір жыл тойып жүрем деген сияқты, сондай бір фантазияларға келеді. Сондай сияқты болды да, тоже. Келдік, жақ ашылды. И содан кейін продакшн барысында сон барлығын үйрендік, шалындық, ұрылдық, соғылдық. И сол процесс өте баяу болды да, соны жұту процесс. Енді сөйтіп қақалып қалжыды. Әрине қорқты, әлі де қорқты болады. Немесе бұл жыланнан басқа метафора ол андай не да? Тоже жақсы метафора. Мысалға
ағаш шабатын адам балғасымен келеді, балтасымен келеді. Балтасымен келіп, ол бүйтіп ұра береді да ағашты, бірақ балтасының жүзі жоғалып кеткен да уже. Сонымен ұра береді да. Балтам бар деп ұра береді да ағашты. Сөйтіп ол бір аптадан кейін барып құлатады да ағашты, ұра берген арқасында. Ақылды адам келеді да, сол балғасын ұштап отырады 2 күн, 3-ші күн деп бір кескеннен бір құлата салады, бір ағаш құлата салады да. Анау келіп сұрайды, неге қалай болып кетті бұл деп. Просто дайындығым жақсы, мен ақылмен жұмыс істеймін деген сияқты да. Біз ол кезде енді тәжірибеміз жоқ, көп затты сынау барысында болды. Бұндай үлкен күрделі продакшн болады деген ойда болмадық. Енді примерно түсіндік, осылай болатын шығар деп қана. Бірақ енді бастан өткізбегеннен кейін ондай үлкен продакшнды үлкен сынақ болды. Сондай. Бірақ бір жағы ойлаймын да, сондай заттан өткеннен кейін біз осындай болып жетіліп пістік деп ойлаймын да. Бәлкім шырақты біз 5 минут қылып жасағанда біздің деңгейіміз басқаша болар еді. Себебі қиналдық, ақша болмай қалған кездер болды, кейбір мамандар кеткен кездер болды, бәлкім білмеймін, может сенбеген шығар ол жобаға, өзімізде күмәнданып кеттік, жалпы ол жоба біте ме, бітпей қалатын шығар деп. Нұрекен айтатын сөз бар ғой, бұл жоба бітсе, это чудо деп. Сол, поэтому чудо болды. Бірақ сол қиындықтың арқасында айтады ғой, Алла тағала екіл жеңілдік бар деп. Аллаға шүкір, сол қиындықтардан сынбай өттік. Сол қиындықтардан өту барысында біз өстік. Қазіргі Solar Catsқа соның арқасында келдік қой біз. Бұл жақта уже андай дайындықпен келіп тұрмыз. Уже сенімділік пайда болды да. Сол тәжірибені уже қолданамыз. Уже істей аламыз деген. Балтаны ұштап отырмыз, короче. Қайрап отырмыз. Мен бір досым айтады да, қазақтарда бір ортақ бір эндингқа қатысты ортақ бір қасиеттер бар. Қазақтарда хэппи эндингті аса жақтырмайды да жазушылар. Ол ең ертеден келген Қозы Көрпеш Баян Сұлу, Қыз Жібек пен Төлеген сияқты нәрселерден бастасақ, сосын ары қарай Бақытсыз Жамал, Шолпан Күнәсі, Көксерек, Қилы Заман және Бертін келе Дәстүр деген фильмде де сондай байқалады. Мәкенің фильмдерінде сондай байқалады, сондай тенденция. Сондай сіз Көксеректі таңдадыңыз именно фильм ретінде, өйткені сізге эндинг ұнады. Және өзіңіздің жасаған фильмдеріңізде сондай элемент қосасыз да, сондай эндинг. Менде сұрақты, қызықты, неге қазақтар сондайды жақсы көреді? Неге сіз өзіңіз жеке сондай эндингті таңдадыңыз, сондай шешім жасадыңыз? Мен айта берейін ба, жігіттер, дізең ойнайды. Мәкеге қойған зат. Қалсын айтам. Жоқ, сұрақ, тема, Чинари. Айтқым келіп тұрған зат, бұл жерде мен осы қазіргі таңда бір кітап оқып жүрмін да. Кристофер Воглер деген кісінің жазушының саяхаты деген. Сол кітаптың ішінде ол кісі неше түрлі оқиғаның даму жаңағы жолдарын түсіндіреді. Негізі бүткіл оқиғалар, мына фильмнің драматургиясы, ол әлемдік бір сонау көне заманнан келатқан шаблон бар да, яғни оқиғаның басы, ортасы, соңы бар деген. Бірақ сол кітаптың ішінде жазады, мен өзім қызылмен белгілеп қойғам ол жерде. Сол кітаптың ішінде жазады, бірақ дейді, оқиғаның сәтті болып аяқталуы дейді, мына мысалы батыс айталық, мысалы Pixar, Disney, солардың барлығында бәрі керемет болып деді ғой. Жаңағы принцесса өлейін деп жатқан жерден келіп біреу сүйетті оятып алады деген сияқты мысалы. Ол кітаптың ішінде ол кісі айтады, бірақ дейді, ол бүткіл ұлттардың жаңағы несіне келе бермейді дейді. Яғни дүние танымына дейді. Яғни кейбір ұлттарда ондай happy ending деген нәрсе әрдайым бола бермейді деген сөз ғой, былайша айтқанда. Маған осы көзқарас өте ұнайды.
Неге? Өйткені ойлаймын да, фильм деген нәрсе ол енді менің түсінігімде, бәлкім жалпы жаңағы индустрияда олай емес шығар, бірақ мен ойлаймын, кино деген ол өмірдің бір кішігірім айнасы ғой, дұрыс па? Сен өмірден алып бір оқиғаларды көрерменге өзіңнің бір дүниетанымыңмен, бір идеяңмен ұсынасың да. И осы жердегі бір зат көрерменді алдамау керек шығар деп ойлаймын. Яғни өмірде бәрі хэппи энд бола бермейді ғой. Өмірде де өзіндік бір қиындықтар бар. Оның үстіне адам өмірде бір нәрсеге қол жеткізу үшін бір нәрсені құрбан ету керек. Мәселен, уақытын, еңбегін, денсаулығын, ақшасын болмаса, мысалы. Өмірін кейде өмірін, мысалы. Ата-бабаларымыз, біздің жеріміз қорғап қалу үшін, мақсатқа жету үшін не істеді? Өмірлерін қиып жіберді, мысалы. Соның арқасында біз осындай керемет подкастта отырмыз. Диванның үстінде. Шүкір. Сол себепті мен ойлаймын да, өзімнің енді режиссерлік бір ұстанымым деп айтайыншы. Мен көрерменді алдағым келмейді. Алдағым келмейді, өзімнің түсінігімде ол басқа хэппи-эндпен бітірген режиссерлардың бәрі көрерменді алдайды деген сөз емес. Өзім үшін де, яғни мен олай өмірді шынайы бір жағынан көрсеткім келеді. Басқа қырынан көрсеткім келеді. Яғни бәлкім біздің фильмді көретін балалар болғаннан кейін оларды осы бастан шынайы өмірлік ситуацияларға, өмірлік бір қалай айтсам болады, танымға дайындау ғой. Как есть ғой. Өйткені не дейді, розовый очки сіз ба? Мысалы қазақтың ертегілері бұрындары, мысалы оқитын болсаңыздар, жаңағы Алпамысты оқысақ, мысалы, Қобыланды батыр, жаңағы батырлар жырларын оқысақ, анау бар ғой, кәдімгі 18+ қой. Неге? Өйткені ана кемпірдің басын шауып жүрген кезде қан деген атқылап кетті, жаңағы анау тісін жұлып алды да бүйтіп лақтырып жіберген кезде анау батырдың аяғы дейді, жаңағы жылқысының аяғын шауып өтті дейді да, мысалы. Ананың бәрін оқып отырып елестетіп жатсаң, резня болып отыр да жерде ше кәдімгідей. Ол не деген сөз? Сол кезден қазақ өзінің баласын соғысқа дайындаған да. Яғни жаудан өзінің елін қорғауға жаңағындай картинаны көрген кезде ол шок болмау керек та. Яғни басынан қазір типа жоқ, ойбай жаным құлап қалма, ойбай дей бергеннен бала анандай не болып өседі да, шынымен сондай екен ғой деп. Қазақтың сол бұрынғы ертегілерінің неге сондай резня екенін мен осы түсіндім да жақында. Себебі олардың ертегілері шынайы қатал өмірге дайындайды да. Мен ойлаймын да, фильмдерде сондай болу керек шығар деп. Ана не бар еді ғой, черное зеркало дегеннің ішінде де бір серия бар еді сондай. Көз андай не болып кетеді да, блюр болып кетеді да қыздың. Жестокость көрген кезде сол блюр болып тұрады да. Содан кейін ол бара-бара түсінбей кетеді да, не болып жатқанын. Қолына бүйтіп не істей беретін еді ғой, карандаш тыға береді. Карандаш тығады да, мынадан қан аққан кезде қолынан тоже андай блюр болып тұрады да. Содан альфа-канал болып кете ма? Қатыгез болып кетуші еді, бірінке болатын еді ғой сол қызға, есімде жоқ. Сол сияқты ғой негізі. Сол себепті сондай ұстаным бар. Бірақ ол міндетті түрде бас кейіпкер өлу керек деген сөз емес. Жалпы бір құны бар екенін көрсету керек та. Яғни хэппи-эндпен бәрін құнсыздандырып жібермеу керек деген сөз ғой, мен айтайын дегенім. Мысалы біздің уақытқа байланысты, эпохаға байланысты, фильмге байланысты. Ганс Христиан Андерсеннің бұрынғы сказкалары негізі қатыгез болды ғой. Мысалы жаңағы Белоснежканы зорлап тастайды, өлтіріп тастайды. Белоснежка деген туфли ма? Ұйықтап қалады. Ұйықтап қалатын ба? Сол, кім ғой? 7 гномов. Спящий красавицаны зорлап тастайды. Біздің Золушка аяқ киімі бар ғой. Аяғын кесіп тастайды ма? Сондай болады. Симаған үшін. Оригинал сондай болатын. И оны адаптировать етеді да, енді Walt Disney. И хэппи-эндинг жасап тастайды. Бірақ оның бір себебі бар деп ойлаймын. Ол дұрыс болды деп ойлаймын. Өйткені екінші дүниежүзілік соғыс әлемде болмаған не болды, қырғын болды. Адамдар қаншама өлді, қаншамалар жараланып келді, сұмдық болды. Жаңағы гуманизмнің өлген уақыты сол бірінші дүниежүзілік соғыс дейді да. И сол кезде адамдарға керек болды сондай фильмдер. Өзін ұмыта алатын. Соны ұмыта алатын, кішкене үміт сыйлайтын. Екінші дүниежүзілік соғыста да дәл сондай үлкен өлімдер болды.
ол керек нәрсе болды да. Бір режиссер айтады да, бір режиссер талдау жасаған ресейлік фильмдерге, совет фильмдеріне, и олар 50-ші жылдары сондай жұмсақ болды дейді, сондай добрый, бірақ уақыт өтті, соғыс кетіп алыстап бара жатыр, соғыста адамдар ұмытып бара жатыр, и фильмдердің өздері кішкене мрачный лава бола бастайды дейді. Өйткені сол заманға сәйкес болады ол. И мүмкін қазір сондай уақыт шығар, что адамдар керісінше жаңағы өмірдің кішкене дарк, кішкене түнектеу бөліктеріне дайындалу керек шығар, мүмкін. Бірақ екеуі де керек деп ойлаймын. Хэппи-эндинг да керек, шынайы қаталдау сондай бір нәрселер керек. Мысалы, маған кімнің фильмі ұнатты? Акира Куросаваның «Семь самураев» деген. Сол фильмді негізі шын адамның табиғатын көрсеткен ғой. Анау 7 самурай айта берсем болады ма? Айта беріңіз. Көретін адамдар жоқ деген ма? 7 самурай анау ауылды жандарын беріп тұрып қорғайды. Баста олар неге келседі? Бізге үй берсеңдер, бізге тамақ берсеңдер болды, біз сендерді қорғап береміз дейді. Бірақ сол оқиғаның арасында ауыл тұрғындары мен жаңа самурайлардың арасында бір әдемі бір жылы қарым-қатынас пайда болады. Бірақ қалай олар ауылды қорғап, 7 самурайдың бір 3-4-еуі өліп қалады. Сөйтіп бәрі өткен кезде келесі күні ауыл тойлап самурайларды ұмытып кетеді ғой. Тіпті ішінде бір самурай бір қызға ғашық болып қалады, сол қыздың өзі ана жігітке қарамай қояды. Қарамай қойғанда анандай прям қарамай қоймайды, енді бәрібір бір байланыс бар ғой, бірақ сонда да осыған дейінгі болған өлім, осыған дейінгі олардың жасаған еңбегі, тәуекелі ауыл тұрғындары үшін ештеңе болмай қалды. Тез ұмытылады, тез ұмытылып кетті. Иә. Яғни Акира Куросава андай көрсеткенде адамның табиғаты, біз мысалы Құранда да Алла Тағала айтады ғой, адамдар негізі расында да шүкірсіз, ұмытшақ келеді дейді. То есть өздеріне берген нығметтің қадірін білмейді деген сияқты. Соны күшті көрсеткен де. Сондай фильмдер негізі расымен де адамды ойландырады, оның үстіне тәрбиелейді. Ал жаңағыдай хэппи-энд бола берсе бәрі андай бір ол коммерцияға келетін сияқты да. Еске түсіру. Иә, өмірдің қандай екенін. Иә. Ақиқатты көрсету ғой былайша айтқанда. Еске салу. Тема. Жақсы подкаст болды. Бізде уақыт шектеулі, сол үшін әлі көп негізі талқылайтын нәрселер бар. Шырақ туралы, жалпы анимация индустриясы туралы, бірақ бізде уақыт шектеулі болғандықтан уақытым таусылып жатыр. Диван уақытта болды. Диванды жалдағанбыз деп па? Диванды алып кетуге адамдар келіп тұр деп. Осы подкастты соңына дейін көрсеңіздер, сіздерге үлкен рахмет. Осы подкасттан өзіңізге пайдалы ақпаратты алдыңыздар деп үміттенеміз. Достарыңызбен бөлісіңіздер, астына комментарий жазыңыздар, лайк қойыңыздар бұл подкастты, бұл видеоларды ары қарай адамдарға таратуға көмектеседі. Пайдалы ақпараттарды тарата беріңіздер. Осымен біздің подкаст аяқталды. Сіздерге рахмет. Мен подкастты басында жүргізушінің көмекшісі болып бастадым да, қолақ болып бітіріп жүрдім ба, не оқиды. В общем, ладно. Жақсы жонглирование ғой. Переход болып кеттім. Қызық бір жағынан. Сол мораль сөйтіп не болды Шырақ? Шырақтың моралі. Сіз сол моральмен бітірсеңіз, Шырақпен не айтқыңыз келді, мақсат қандай болды? Енді өз жағымнан айтарым, сондай фильмдер жасаудан қорықпаңыздар. Түсіре алмасаңыздар до конца, ничего страшного. Келесін түсіресіздер, бірақ уже қателікті қайталамай. Күшті. Нұреке, сіз жалғап жеріңіз. Шырақтан түйгеніңіз? Шырақтан түйген зат көп негізі. Соның ең былай негізгісі, бір әдемісі, шынымен де бір сабақ береді деген. Соған атсалысқан бас аниматор ретінде отбасымен көбірек те уақыт өткізіп жүр. Машалла. Тоже тема. Керемет. Андай жұмыс барысында не болады да? Жобаның өзімен емес. Мысалы жобаға бүйтіп, енді бас аниматор болғаннан кейін ең көп былай отырасың ғой, басқалардан көбірек те уақыт жұмсайсың,
жұмыс болып кетеді да миыңның ішінде. Сол жұмысты одан әрмен қалай дамытуға болады деп сен сол жұмысты дамытуға болатын заттар іздей бастайсың. И сөйтіп жүрген кезде фонда жақындарың, қасындағы адамдар қалып қоя береді да. Негізі ирония қызық, фильм Иә. отбасы туралы да, отбасы жылуы, құндылығы туралы, бірақ жасап жатқан адамдар отбасыларынан алыстап кетеді. Ол біздің жасаған тәуекеліміз шығар мүмкін. Иә. Не деген философия? Құрбаныңыз ба? Ну, по идее, білмеймін бұл жерде. Стоящий. Бұл просто қазатын болса қазір это глубокий вопрос. Тағы да бір сәт отырамыз. Бір не бар, подозрение бар, почему деген сияқты. Оны айтпай ақ қояйық, ладно. Может, часть 2. Часть 2 болады. На диван қайттан жалға аламыз деп. Иә. Негізінен сол. Мәке, сіз қалай ойлайсыз? Мен үшін енді алған сабағым аздан бастау керек. Басында 7 минут болды да, кейін 25 минут болып кетті. Жұмыртқадан бастау керек. Иә. Жұмыртқадан үлкенірек жұмыртқа. В общем, жаңағы Нұреке айтпақшы, елікті жеуге асықпау керек. Асқазанның шамасына қарау керек. Аузыңның шамасына қарау керек. Сол. Бірақ мен ойлаймын, әрбір істің өзінің бір қайырлы, жақсы нәтижесі бар. Мен енді балаларға әрдайым айтамын да, Z-Doc'ты мен білем, мысалы жасап шықтық қой. И оның бергенім өте көп та негізі. Мен Алла тағаладан дұға етемін, және өзім үміттенемін. Шырақ фильмі осы біздің салған еңбегімізді, берген құнымызды Алла тағала көрермендеріміз арқылы жақсы мүмкіндіктермен қайтарады деп ойлаймын да. Себебі Z-Doc'пен солай болды. Яғни мен ол фильмді жасап шығардық, ол көптеген мүмкіндіктерді алып келді. Соның арқасында мен бәкелермен таныстым. Бәкелер маған көңіл аударды. Жаңа әріптестер келді. Иә, жаңа әріптестер келді. Мысалы, қазіргі таңда да келген кісілердің көбісі соны айтады да, мысалы Z-Doc'ты айтады. Мен шын жүрегімен қалаймын, ертең шынымен де Шырақты солай айтса екен деп ойлаймын да. Себебі Шырақ, ешқандай мақтаусыз айтам, қазақ анимациясында болмаған фильм. И сол арқасында иншалла сондай болады. Әумин. Құдай қаласа. Жақсы онда. Иә, осымен подкастты аяқтайық. Осымен подкаст тәмам. Рахмет.